Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмі тіл үйретін, өте жұмсақ болып шығатын сүзбелі тоқаштар әзірлейміз. Тоқаштарымыздың жасалу жолы өте оңай, әрі үйдегі бар заттармен әзірленеді. Ең алдымен қамырымызды ашытып аламыз. Ыдысымызды алып, жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз. Үстінен 1 чай қасық тұзымызды, 2 ас қасық шекерімізді қосамыз. 1 ас қасық сметана қаймағымызды қосамыз, араластырамыз. Осылай араластырып алдым. Енді 2 ас қасық толтырып, сұйық майымызды құямыз. Араластырамыз. 1 чай қасық толтырып, ашытқы дрожжымызды қосамыз. Ашытқымызды қосып алып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Араластыра отыра, ұнымызды қосамыз. Ұнымыздың барлығын бірден қоспаңыздар. Осылай араластыра отыра, ұндарымды қосып тұрдым. Қасығымызбен араластыру қиын болғандықтан, қасығымызды алып, қолымызбен қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолымызға жабысқақтау болады. Осылай қамырымызды біріктіріп илеп алдық. Бір келкі қып. Енді үстінен 1 ас қасық толтырып сұйық майымызды құйып, тағы да қамырымызды сәл илеп жіберіңіздер. Сонда батырушкаларымыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Майы көп болып кетті демеңіздер, қамырымыз өзі сіңдіріп алады майды. Осылай қамырымыз илеп алып, бетін жауып, ашытуға қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Салмамызға сүзбеміз 300 грамм алдым творогымызды. Осылай творогымызды алдық. Творогымыздың үстінен 1 жұмыртқамызды қосамыз. 2 ас қасық шекерімізді қосамыз. 1 қасық ас қасық толтырып, қаймақ сметанамызды қосамыз. Мен салмамыз 1 келкі әдемі болғанын қалап, осылай шопперімізбен 1 келкі ғып өткізіп алдым. Егер блендерлеріңіз болса, блендерге де өткізіп алсаңыздар болады. Сонда салмамыз 1 келкі әдемі болып көрінеді. Осылай шопперімізбен 1 келкі ғып салмамызды дайындап алдым. Осылай 1 келкі әдемі болады сонда салмамыз. Салмамыз дайын. Енді қамырымыз ашыды. Ашыған қамырымызды алып, қамырымызды ыдысымыздан шығарамыз. Осылай ыдысымыздан алып, қамырымызды майдалап, бөліктерге бөліп аламыз. Қатты үлкен қылмаңыздар. Егер таразыларыңыз болса, барлығын 60 граммнан өлшеп алыңыздар. 1 келкі әдемі болып шығады. Мен осылай қамырларымды бөліп алған қамырларымызды дөңгелектеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, жабысқақтау. Оны пайдаланбаңыздар. Егер қолдарыңызға қатты жабысып жатса, сұйық май пайдаланыңыздар. Осылай дөңгелектеп аламыз. Қамырларымызды осылай 60 граммнан өлшеп, барлығын дөңгелектеп, дайындап листімізге орналастырып алдық. Енді пешімізді қыздыруға қойып қоямыз осы уақытта. Осылай қамырларымызды орналастырып алып, енді бетін сұйық майымызбен майлап шығамыз қамырымыздың. Осылай сұйық майымызбен майлап алып, бетін жауып, пленкамызбен көтерілуге 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін алып, ортасына формамызға салдырамыз. Менде осындай ыдыспен форма келтірдім. Стаканмен келтірсеңіздер болады, егер үйде стакан болса. Осылай салмамыз салуға ыңғайлы ғып. Менде ыдыспен онша форма болмағандықтан қолыммен де үстінен тағы да басып шықтым, көтеріліп кетпеу үшін.
осылай формамызды келтіріп алып, дайындап алған салмамызды, сүзбемізді салып шығамыз. Осылай салмаларымызды салып алдым барлығына. Енді бір жұмыртқамызды алып, жақсылап араластырып, қамырымызға шет-шетіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Салмасын жақпаңыздар жұмыртқаны, тек шет-шетіне қамырымызға ғана жағамыз. Осылай жұмыртқамызды барлығына жағып дайындап алдық. Енді қызып тұрған пешімізге 180 градуста пісіріп аламыз. Осылай қып-қызыл әдемі болып пісіп шығады. Осымен кереметтей сүзбе қосылған ватрушкаларымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, дәмі тіл үйіретін болып шығады, әрі өте жұмсақ болып шығады. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Қош сау болыңыздар. Қараңыздар, қандай жұмсақ болып шыққан.